Бісміллә, жырдың теп соқаларын жолдансын жайсан елге сапалы әнім. Марат ағамыз бенен Гауһардай анамыз Абылайдай ұлын үйлендіріп дүбірлетіп той жасап жатқан кезде біз қалайша үйде тыныш жата аламыз. Ассалаумағалейкум, ардық тұрған ағалар мен ақ жаулықтаналар, санасына салтпенен сүресінген айналдым қазақ деген ол өсімнен. Еркін өссе қызыққа батырар деп, қылықты қыз ұятты ол өсірген жақсылар мен жайсаңдар. Той қазына қазақтың жазирал даласында, қазыналы Шымкенттей қаласында бүгін дүбірлі той болып жатыр. Тектілігі қанында, жомарттылығы жанында болған, жеті атасынан бері сүтінің қаймақ бұзылмаған Ибраим қажы әулетінде, соның ішінде үлкен кішіге сыйымды да сыйлы болған Марат ағамыз бенен Гауһардай асыл анамыздың отының басында, ошағының қасында құтты қуанышы. Себебі Абылайдай ұлдарыңыз аққу қондырып көлін, келін сүріп елін қуантып жатыр. Той егесінің той құтты болсын, Абылай мен Париза бақытты болсын деп бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Бісміллә деп бастайын сөздің басын, сөз дегенде қызыл тілім жаңылмасын. Армысыздар тойға келген насыл қауым, басыйып сәлем десу ата салтым деп, қымбатты тойға келген барша зиялы қауым, өздеріңізбенен қос асаба болып шыққаннан соң басымызды иіп сәлемдескенді жөн көрдік. Десек те той қазақтың маңдай тері төгілген, той қазақтың ырыс құты себілген. Орын алды құда жекжат ағайын Ағдастархан ұлы тойдың төрінен дейміз. Ендеше біздің әулетке келіп жатқан барша қылауы түспеген, әлі сиясы да кетпеген жаңа құдалар, ортақтас тойларыңыз құтты болсын. Әрине Ибраим қажы әулеті көргендігімізді, көрегендігімізді білдіріп, жаңа құдалардың құрметіне қошеметті соқтырып қойсақ, той құтты болып, той сіздерге де жұғысты болсын. Рахмет. Білгін келсе, беделіңді күйіңді алам десең ағайыннан сүйілгі. Онда ағайын себебін тап той жаса дейді. Атыраудан арқадан ақындарым келіпсің, тілдерінен балтамған жақындарым келіпсің деп Жамбыл атам жырлағандай, бүгін Марат ағамыз бенен Гауһардай асыл анамыздың ең жақын жекжат жақсылардың барлығы осы мейрамхананың төрінен орын алып атқан жайы бар. Осы тойға, осы қуанышқа қадам басып келіп отырған әрбір мұсылман адамның шаңырағында осындай той болсын, жастар бақытты болсын, той егесінің той құтты болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. Бәрекелді тамаша, енді қымбатты көпшілік мінеке тойға келіп жатқаннан кейін әдеттен ұзбайық, уақытты көпке созбайық деп бүгінгі тойымыздың нағыз кейіпкерлері Абай менен, Абылай менен біздің кереметтей келініміз Фариданы әрине сіздерден рұқсат болса орындарыңыздан тұрып, қошеметті ұрып, мойынды сахнаға қарай бұрып, ортақ бүгін қуаныш оттай лаулап жанайық. Махаббатты пір тұтқан бүгінгі тойдың иелері менен нағыз кейіпкерлерін қарсалайық деп, біздің жастарды әуезді әнменен той төріне алатын, яғни тойдың әдемі тұғырлы төріне жайғастыратын облыстық опера және балет театрының солистері, Шым қаламыздың мақтанышы болып жүрген Түркістан облысының әйгілі әншілеріне айналған Нұрлан Балтақожа және Әсел Қожанова. Олай болса, Абылай мен Паризаны тойдың төрінде шақырайық. Рахмет, енді ардақты ағайын, мінеке аяқтарыңыздан төктіріп, бүгінгі екі жасты қарсы алып жатсыздар. Рахмет, орындарыңызға жайлы дастарханға жайғасыңыздар. Біз мінеке Нұркен кереметті дүбірлі думанды тойымызды, әрине той иелері Ағдастарханды жайнатып, дәу қазанды қайнатқан сәтте сақтардан қалған салтымызбенен, ғұндардан қалған керемет ғұрпымызбенен бастап кеттік. Олай болса, қымбатты біздің Абылай менен Фариза екі жасқа айтатынымыз, екі жас айналайын, екеуіңіз екі ананың гүледің, күн көзінде жадырасын реңдерің. Тым бақытты шығарсыңдар, сонда да бақыт және бақыт тіледік деп, мәңгі бақытты баянды өмір кешіңіздер дейміз. Әрине, неге керек өмірді жеке сүру, жеке сүрсең тәттіні етесін у, қол ұстасып, мәңгілікке бір жүріңдер, сүйгендерге дүние өте сұлу дейді. Міне, Абылай мен Паризаның бірінің маңдайына бірі жаз беке қосылып жатса, қазақта керемет сөз бар, тең-теңменен тезек қабымен дейді. Жастар қосақтармен қоса ағарсын дейміз. Енді осы жайылған ақ дастарханның бетін ашып, тойдың томағасын сыпыра алу үшін осы әулеттің керегелерін, кемеңгерлерін, зиялы қауым өкілдерін шақырып, көптен күткен үйлену тойымыздың бет пердесін ашып алсақ.